Біз мысалы өмір бақи 18 жасар, 25 жасар болып тұра алмаймыз да. Біз көп нәрсе, біз спортшылардың қазір бас шоп сөйлесіп жатырмыз ғой спортшылармен. Көбісі түсінбейтіні, енді ішінде тәкаппары бар, басқасы бар. Ойлайды, чемпион болып тұрған өмір бақи өстіп қаламын деп. Өмір бақи сол қошемет, сол төрде отырамын деп ойлап қалады да. Бірақ ол ондай емес екен да. Бұл уақытша өмір. Яғни тура солай өзің де ойладың. Иә, өзім де ойладым. Мен мысалы, енді адам біз, спортшы деген ең жылдам өкпелейтін адам болады, мінез ауыр болады. Одан кейін біреу істе десе, істе дегеннің сөзінде мысалы, жалпы айтсын, біреуді магазинге жұмсадық дейді да мысалы. Жұмсаудың да жолы көп. Бар алып кеш десең, ешкім әкелмейді. Айналайын, ботақан, палуан, сен қараған, бізге қараған жеңілдеусің, алып кеш деп берсең, алып келеді. Сол сияқты ол, сол сияқты бізге де сол уақыттар өтті ғой енді ол. Ашығы уақыттың қадірін білмедік. Уақыттың қадірін біз түсінбей жатырық. Бізденгі жастардың... Өзің де соны түсінбедің. Түсінбедік. Түсіндік, бірақ кеш түсіндік та мысалы. Мысалы, мен юношыдан, молодежьдан мысалы результат беретін, мысалы чемпион мира болғы, мен қатарлы балалар болды, бірақ мен оларды бере алмадым да. Өйткені мен сол кезде дұрыс тренировка істеген жоқпын. Баратын жерден ұйықтап қалдым. Қойш деп, бізде Қапалбаев Серік деген ағамыз бар Таразда. Ең мықты тренерлердің Жамбыл облысында бірі. Екі баласы әлем чемпионы, өте жақсы тренерлердің бірі. Мысалы, сол айтатын, енді мен қырсықтау болдым, кішкене жас кезімде ше. Өйткені енді өзіңе сенімдісің, біліп тұрсың чемпион екеніңді, сенен басқа артыңа қарайсың, ешкім жоқ екенін білесің, біле тұрғанда жақын тұрған. Содан кейін жата саласың, бүйте саласың, сол сияқты. Сол жыны келді ана кісі. Бейбіт, бұл сенің де уақытың өтер, сеғанда бір орныңды басатын біреу келеді, айтатын сол кіші. Ренжіп айтады ғой. Ренжімен жыны келеді ғой, мына ұрайын десе, енді біз уже жігіт болып қалғанбыз, баяғыдай 15 жас 14 баламыз шапамыз тұра алмайды. Сонымен бәле ғой, атылып кетсе де қиын ғой өмір. Спортта енді біз спортшының тек қана бір чемпион болған сәтін сол олимпиада мирда көреміз де, қалған ар жағындағы өмірін, жаңағыдай мейрам жоқ, күнде ұйықтау керек, режимі қиын ғой неге спорттың ше. Өйткені енді жассың, достарың клубтан билеп жіберіп атады. Одан басқа біреу звондайды, соның бәрін сонымен күресіп, соның бәрін тоқтатқан адам чемпион болады.